Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ақша бар каналы. Бүгінгі видеода мен сіздерге интернеттен ақша салымсыз қалай ақша табуға болады, соны айтатын боламын. Интернеттен ақша салымсыз ақша табу түрі бұл тапсырма орындап ақша табу, яғни сіздер осындай сайттар арқылы әртүрлі тапсырмалар болады. Сол тапсырмаларды орындаған үшін сіздерге ақша төлейтін болады. Қанша ақша төлейді, қазір бәрін айтатын болам. Осы видеоның описаниясына ссылкалар қалдыратын болам бұл сайттарға. Бұл сайттарда сіздер тапсырма орындайсыздар, сол үшін сіздерге ақша төлейді. Қандай тапсырмалар болады? Тапсырмалар әртүрлі болады. Мысалға сайтқа тіркелу немесе приложение жазу деген сияқты сондай тапсырмалар болады. Немесе группаға тіркелу, ютубқа тіркелу деген сияқты. Соларды жасағасын сіздерге сол үшін ақша төлейтін болады. Бұндай сервистер көп. Мен сіздерге 4 сервисті дайындап қойдым. Ақшасын төлейді, бәрі шығарылады, өзім тексергем. Біріншісі бізде осы сайт. Бұл сайтта мен 157 рубль таптым. Сіздер ақшаны кивиға любой жерге шығара аласыздар. Каспияға да шығаруға болады. Ол үшін обмен қолданасыздар. Мысалға кивиға ақша шығарғаннан кейін кивиден каспияға жіберуге болады. Сондай обмен сияқты қолдануға болады, сөйтіп каспияға шығаруға болады. Мысалға бір тапсырмаға 10 рубль, мына жақта жай ғана телеграмға тіркелген үшін 1 рубль, 4 рубльға дейін төлейтін, мысалға 8 рубль де бар екен. Осыларды орындасаңыздар сіздер ақша табасыздар. Содан кейін мындай да сайт бар. Бұл жақта да тапсырма орындайсыздар, жай ғана группаға тіркелу, сол үшін балл береді. Содан кейін бұл балды сіздер ақшаға аударып аласыздар. Төртіншісі бізде барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, осы сайт. Енді көбі білулеріңіз керек, енді интернеттен ақша табу жолдарын іздеп жүрсеңіздер. Бұл жақта да тапсырма орындау. Мысалға мынандай тапсырмаға жай ғана регистрация жасап үшін сіздерге 385 рубль төлейді. Бұндай да тапсырмалар болып қалады. Көп емес, енді арасына шығып қалады. Орындасаңыздар, 385 бір 1000-2000 теңгеде болады. Осындай әртүрлі тапсырма орындап ақша таба аласыздар. Мен қазір көбіне осы неде жұмыс жасап жүрмін. Бұл сайттарда қазір қалай тапсырма орындайды, соны көрсетіп өтейін. Мына жақта сіздер по дате және по цене және по рейтингу қарауға болады. Және по дата деген кім ең соңғы салды, солардың тапсырмалы шығады. Ал по цене деген ең көп төлейтін заданиялар мына жақта. Олар енді там бір карта заказ беру, тіркелу, сондай дейтіндер көп төлейді ондай. Және рейтинг бойынша кім ең көп тапсырма береді, солардың рейтингтары. Сол бойынша да қарап таңдап алуға болады. Так, тапсырма орындау әдейі оп-оңай. Бүйтіп кіресіздер, бір тапсырманы таңдайсыздар, сосын оң жақта выполнить задание дегенді басасыздар. Бірінші баспай тұрып, мынаны описание задачи дегенді оқып алыңыздар. Мысалы, айтып бер, регистрируйтесь в буксе дейді. Мына сайтқа кіріп сіздер регистрация жасауларың керек. Осы сайтқа кіріп регистрация жасайсыздар, сосын кодты жазасыңдар. Мына оқып, бәрін айтқаннан кейін, оқып түсінгеннен кейін жасай алатын болсаңыздар, сосын бастап, бәрін істеп, содан кейін жібересіздер. Мысалға, мына выполнить деген задание басайын. Бүйтіп, мына заданиені біз алдық. Сосын заданияға мысалы 3 сағат берген екен, 3 сағаттың ішінде істеу керек. Мысалға мында подтвержденияға ник дейді, осы сайтқа тіркелген нигінді жазасыздар, болды. Сосын жібересіздер, отправить отчет, содан кейін олар тексереді, бәрі дұрыс болса сіздерге 6 рубль төлейді. Осылайша сіздер ақша таба аласыздар, осылай тапсырмаларды орындайды. Содан кейін ақшаңызды шығарып аласыздар. Так, мына сервистерде дәл солай, жай ғана тіркелу. Так, мына қараңыздар, подписаться ВКонтакте дейді. Осылай басасыздар, содан кейін заданияны қабылдаймыз. Так, мына жерде группаға тіркелу, мынандай ссылка берген, осы ссылкамен кіресіздер. Айтпақшы, мына сайтқа сіздер осындай ВК-ға тіркелу деген сияқты тапсырмаларды орындайтын болсаңыздар, өздеріңіздің ВК аккаунттарыңызды тіркеп қоясыздар настройкадан кейін. Мысалы, мынандай группаға дейді, тіркелесіздер, тіркелдіңіз. Содан кейін ссылка страницаға дейді, страницаның ссылкасын аласыз. Және де осылай қойып жібересіз. Тексереді, өздері тексеріп болғасын ақшаңыз счетқа түсетін болады. Осылай бір задание орындаңыздар, поиск задачын басасыздар да қайтып іздейсіздер. Көбі телеграм екен, сондықтан телеграм аккаунт ашып алыңыздар. Сөйтіп телеграмнан осылай тіркеліп ақша табасыздар. Қиын емес қой тіркеліп отқан. Мында да дәл солай бүкіл жерде бірдей, жалпы түсініп алсаңыздар, осылай отырып күніне 2 сағат отырсаңыздар, 3000, 4000 солай тауға болады. Енді мен үйтіп 3-4 сағат жасап көрмедім, бірақ солай тауға болады. Енді бір мен 20-30 минут жасап көрген кезім болды, 200 рубль таптым. 20-30 минут деген ол көп емес. Осылай асықпай отырып, компьютермен отырып осылай таба аласыздар. Сондай-ақ телефонмен де табуға болады, жай ғана телефонмен кіресіздер. Сондай-ақ достар, біздің ВК-да ақша табу жолдары дейтін тобымызға тіркелеміз. Бұл жақта біздер әртүрлі жобаларды айтатын боламыз, және де біздің беседамыз бар ВК-да. Болғанда тіркеліп қойыңыздар. Бұл жақта да әртүрлі жобаларды айтып сіздерге жіберетін боламыз. Сондай-ақ мен Telegram каналымда ашып қойдым. Бұған да тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі жақсы проекттарды осы жаққа шығаратын боламын. Өздеріңіз кіріп тексеріп қарайтын боласыздар.
Осымен видео аяқталды. Видео сіздерге ұнаса лайк басып каналға тіркелеміз. Алдағы уақытта өте көп видеолар шығатын болады. Сау болыңыздар.